Көркем сөз көңілдің тілі, ал жалған сөз зейіннің тілі дейді. Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей жүрек жалғай аспаздық шоу және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Ал дәл қазір әдеттегідей бағдарламаны бастамас бұрын не істейміз? Қонақпен таныс боламыз. Сауда саласында жүріп, аяқ асты продюсермен танысқан және сол сәттен бастап әнші болған Данияр мырза бүгін біздің ас үйімізге қонаққа келді. Өнер әлеміне енді аяқ басқан өнерпаздың таланты мен ас әзірлеу шеберлігіне куә болғыңыз келсе, экраннан алыстамаңыз. Данияр, ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдің. Рахмет. Ұйқы қанбаған сияқты ма? Көңіл күй онша емес болып тұр ғой. Ұйқы қанды. Керемет. Керемет ойдағыдай деп айта алмаймын мен. Бір 2 сағаттық ұйқымен келіп тұрған сияқтысыз. Жақсы. Енді таңды бізбен қарсы алып жатқаныңызға өте қатты қуаныштымыз. Біздің ас үйімізде эстрадамызға қадам басып келе жатқан әншілеріміздің бірі Данияр мырза. Данияр мырза, танысайықшы, қай жақтамыз? Мен Шымкент қаласы Шардара ауданынан. Шышы. Шышы. Алматыға арман қуып, өнер ордасында? Алматыға арман қуып, Бауыржан Есебаев ағамызбен танысып, сол кісімен өнерді бастайтын болып, солай келісіп келген жайым бар. Бауыржан Есебаев мырзаның қазіргі таңда қанша жобасы бар? Қазіргі таңда жобасы қанша екенін енді мен нақтылап айта алмаймын, бірақ мен білетін бір-екі жобасы бар. Сіздер тағы бір естігенім бар еді, Бауыржан Есебаев бір топ ашып жатыр деп. Жоқ, ол жағынан топтан хабарым жоқ. Жақсы, Данияр, бағдарлама барысында таныса жатармыз. Бүгін біздің ас үйімізде не жасалайын деп жатыр, қандай тағам істейміз? Көзге оп-оңай нәрселер көрініп тұр енді. Бір бойдақтарды жеңіл-желпі, мынау өздері бөлек бір үйде пәтер жалдап тұратын жігіттердің жасайтын тағам сияқты енді. Бұның бәрін турап, меніңше майға қуырып, жақсылап отырып жеп алу керек дейсіз ба? Майға қуырып бір не жасауға болады. Түсіндім, енді бізде неге айтайын ба, шұжықша, менің ойымша, енді бұл менің ғана ойым, барлығымыз студент болдық, барлығымыз пәтер жалдап тұрдық, жігіттермен ақша бөліп төлейтінбіз. Сол кезде ет қымбатырақ болады, негізі ет алуға онша бір жағдай жетпей жататын бізде. Сондықтан да ең тойым нәрсе картоп, және де еттің орнына біз шұжықшаны қолданатынбыз. Дәл сол әдет бойынша жасайын деп тұрған сияқтымыз бізде, иә? Жақсы, мен табаны қыздыра берейін. Данияр, сен ақырындап турай берсең болады, пияздан бастай бер. Біздің табамыздың асты қызам дегенше, ақырындап біздің пиязымызда туралып дайын болады. Ал мен дәл сол тұста шұжықшаны турап дайындап, картопты де турауға кірісіп берейін. Және де қолымызбен қатар әңгімемізде жалғаса берсін. Данияр, Бауыржан Есебаевпен қалай таныстық, оның продюсерлік орталығына қалай келдік? Жайдан жай болмайды ғой ештеңе. Бауыржан Есебаев ағамызбен таныстым, сауда барысында болған. Қызық. Не саудалап жатыр едік? Не саудалап жатқан кезде. Өнерге не түрткі болды деген ортада не саудалап? Жақсы, айта беріңіз. Негізі мал барысында танысқанбыз. Соңғыранда бір құрбан айттың кезінде болған ойын? Жоқ, бір құрбан айт емес, бірақ солай таныстық болып қалды. Ол кісіге сол мал керек болып қалды. Маған продюсер керек болып қалды. Мен задатын болып қалдым деген сияқты. Басы солай басталған. Кейін сол танысқаннан кейін де араласып жүрдік. Мен біраз шаруаларын бітіріп бердім деген сияқты кішкене көмектесіп таныстығымыз солай өзің жалғасын тауып дейсіз? Жалғасын тауып кетті. Содан кейін ол сенің өнерің бар екенін қайдан білді? Күндердің күнінде бір жерде отырған кезде ән айтып, мен оған дейін де өзімнің өнерден хабарым бар екенін, бойымда өнерім бар екенін айтқан болатын. Шет жағасын біледі? Иә, шет жағасын біледі. Сол жерде көрді, мен домбырамен ән айтқан болатынмыз. Ақырын таныстығымыз тағы да арта түскеннен кейін Бауыржан аға бір күні өзі ұсыныс жасады. Данияр, сен осындай әнмен айналыссаң қалай болады, дауысың бар екен деген сияқты. Студияда барып көрдік, қалай болады деген сияқты. Таныстық жұмыстармен қалай не істеуге болады. Солай тәуекел етіп бастадық. Қанша уақыт болып қалды енді бастағандарыңызға жұмысты? Жұмысты бастағанымызға 1 жыл
әлі болған жоқ. Бір жылға жуықтап қалды, Бір жылға жуықтап қалды. Не жасалды осы бір жылға жуықтау уақыттың ішінде? Бір жылға жуықтау ішінде көп ән жаздық деп айта алмаймын, 3 ән жаздық. Неге? Бауыржан Еңсебаевты біз нағыз хитмен және хит әндердің фабрикасы ретінде танитын азаматтан неге бір жылдың ішінде тек 3 ән шықты сізге? Енді бұл жерде бір асығыстық бізде не танытқан жоқпыз. Себебі Бауыржан аға әнді ол кісі өзі маған табиғатыма қандай ән келетінін өзі біледі, өзі жазып береді. Сол себепті бұл жерде асығыстық болған жоқ. Былайша айтқанда асықпай жаздық. Алғашқы әнімізге «Қанатымды қайтар» деген әнімізге бейнебаян түсірдік. Қанатымды қайтар, иә? «Қанатымды қайтар» деген ән. Тақырып өте қызық. Негізі Бауыржан ағаның әндерінің көбісінің тақырыбы осылай бір астарымен келіп жатады, өзі мен білетін Бауыржан аға. Иә. «Қанатымды қайтардың» бұл шығу тарихын білетін сіз шығарсыз. Қандай мән мағына жатыр астарында? Енді «Қанатымды қайтар» деген бұл жерде қыз жігітті тастап кеткен мағынада. Соны енді Бауыржан аға астарлап, жаңағыдай «Қанатымды қайтар, менің қанатымды алып кеттің» деген сияқты жолдармен жазған. Қанаты сынған ғашық қыз дейсің ғой, салмай жүрген. Иә, Данияр. Иә, шаралы қыз. Шаралы қыз. Жақсы. Бейнебаян түсірдіңдер? Бейнебаян алғашқысын түсірдік. Жаңа әндер жазып жатырмыз. Алла бұйыртса жақын арада шығады. Тағы бір 2 ән жаздырып жатырмыз. Солардың ішінен халыққа өтіп жатқаны болса, тартып жатқаны болса, Құдай қаласа тағы да бір бейнебаян түсіреміз деп жоспарлап отырмыз. Ол жаңалықтарды сол ән шыққаннан кейін көре жатасыздар. Жақсы, түсіндік. Енді мына біздің асқа оралған зат келген сияқты, Дания. Турайтын нәрсен барлығын турап қойдық. Енді қалғаны барлығын салып қуырай. Еміріш пияздан бастайықшы. Пиязды салып мен қурай берейін. Ақында пияз негізі кез келген тағамға қосатын себебіміз білмеймін не қасиеті бар екен, бірақ ерекше дәм береді және де тәбет ашатын нәрсе ғой негізі. Өзің қандай астарды жақсы көресің? Мен енді жақсы көретін асым, шынын айтсам, бешбармақтан қайтам деп айта алмаймын. Қатты жақсы көресің демек? Мынау шет жақтарда қалада жүрген кездерде қазы қартасымен көбінесе бешбармақ жеймін. Бешбармақ. Себебі тойымда қалай айтсам болады, басқа тамақтарға қарағанда ерекше ғой, еттің дәмі деген сияқты. Енді қазақты етсіз елестету мүмкін емес осы аңыздар. Дегенмен де енді болып жатады арасында бір өзге де ұлттардың тағамын жақсы көріп шешім шығарып. Мысалға мен палауды осы күнге дейін ойлайтын, ол Қызылорданың тағамы екен деп. Сөйтсем өзбектердің тағамы екен. Мен сүйікті асымның бірі. Мысалы палауды жақсы көремін деген сияқты. Иә, палауды мен де жақсы көремін. Палауды өзбектер дайындаған жақсы да. Иә, қара ағып, иә, жаңағы. Енді біз Шымкентте оны өзінің нақышына келтіріп тұрып орындайтын, пісіретін жерлер көп. Самсасы болсын, өзбектің. Оны осы Алматыда да солай жасайтын жерлер бар. Иә. Көбейіп жатыр қазіргі таңда. Иә, қазіргі таңда көбейіп жатыр. Сол жерлерде мен жеп тұрамын. Қаншалықты шетелге шығып тұрасың, Данияр? Шетелдерде болып тұрасың өзің? Енді іскер адам ретінде өзің танып жатырмыз енді бағдарлама барысында. Шетелге мен өзімнің жаңа бизнесім арқылы ғана жаңа Қытайға, Қырғызстанға барған болмаса, бірақ демалыс ретінде шетелге шыққан емеспін. Мысалы Қытайға барғанда Қытайдың қандай да бір асы ұнап қалған кездер болды ма? Енді Қытайға барған кезде біз ол жерде Қытайдың тамағын жеген жоқпыз. Ол жерде Қытайдан сол жерде қандастарымыз, бауырларымыз бар. Сол кісілердің тағамдарын жедік. Өзіміздің қазақ тағамдары. Өзіміздің қазақтың тағамдары. Енді лағмандары, лағман есімде қалғаны. Лағманның айырмашылығы енді жақсы дайындайды ол жақта. Енді ол бекер емес, білесің бе, Данияр? Кез келген аспаздың, жалпы кез келген ұлттың, мысалы аспаз деп айтайықшы, өздерінің қосатын бір дәмдеуіштер болады негізі. Сол дәмдеуіштердің дәмінен бірден біліп қойып жатады. Мысалға, жаңа айтып жатсың ғой, өзің жеді де бірден біз жақтың кісілер жасаған ойын деп екен. Олардың өздерінің бір ешкімге айтпайды, бірақ өздерінің құпиялары, аспаздары ғана біледі, қандай дәмдеуіш екен.
сол дәмдеуішінен танып жатады ғой деймін соған қарағанда. Енді бір сондай болуы да мүмкін. Енді негізі ол жақта тамақты жақсы дайындайды екен. Палауын да жедік. Сондай өзінің нақышына келтіріп деген сияқты, нақты дәмін келтіріп. Демек көңілінен шықты, Көңілден шықты, Жақсы. Ең басы көңілден шықса болды. Өнерге келу бұрыннан сол балалық арман бет негізі, Данияр? Қазақта бір мындай сөз бар ғой. Нанның күйесін жесең жаңағы әнші болады екенсің. Сол кезде мен кішкентайым нанның күйесін көрсем жей беретін. Әнші болып кетейінші деп. Ол сол кездегі арман осы күнге дейін өшкен жоқ, шынын айтқан кезде. Жақсы, тамаша. Енді домбыра деген расымен де қазақтың қанына сіңіп кеткен үннің бірі деп айтар едім. Сондықтан да бұл қан тартпай қоймайды. Мен жақында ғана бір ғаламтор желісінен бір қызық ролик көрдім. Шетелде біздің қазақ қандастарымыздың бала кезінде алып кеткен балалар жайлы түсірілген екен. Енді кішкентай бала кезінен шетелге алып кеткен, бірақ қаны қазақ қой қанша дегенмен де. Сол қазақтың балалары қазақтың тілінде өзінің туған жерінде білмейді олар. Бірақ домбыраның үнін естіген кезде ерекше бір дербесі қосады екен. Қанның тартқанын көрдіңіз ғой қалай екен. Сол сияқты қанда бар нәрсе домбыраға деген махаббатпен өнерге сізді алып келіп жатқан қазақтың келі домбырасы болса, ендеше өнердің де киесі сізді әрмен қарай бағыңыз ашады деген сенімдеміз. Дәл осындай бір жақсы тілекпен біздің асымызға дайын болып қалған екен. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан көрермендер болса, ас үйімізде әзірленген дәл осы дәмді тағамның жасалу жолымен Данияр мырза сіздерді бір ауыз таныстырып өтсін. Картопты майға пиязбен қуырамыз, одан кейін шұжықшаны қосамыз, бәрін қуырып болғасын қара бұрыш қосамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей қадірменді көрермендер, біздің тағамымыз да дайын болды. Енді дәл осы тұста арнамыздың ең тұрақты, ең сүйікті көрермендеріне деген Даниярдың бір таңғы лебіз болса, жолдасақ болады. Қайырлы таң, құрметті Хит ТВ телеарнасының көрермендері. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Дастархандарыңыздан бақыт береке ешқашан кетпесін. Таңғы астарыңыз дәмді болсын. Ой, рахмет, Данияр. Өзіңе де барлық жақсылық тілейміз. Рахмет сіздерге. Қанатыңды қайтарып берсін, және сол қанатың сынбасын деп. Иә. Кел, Данияр. Мына жасаған тағамның дәмін татып жүрек жалғайық. Қалай болды? Көрейік. Студент шақты еске салдың ғой сен, Данияр?